Бай болудың көптеген жолдары бар, бірақ бүгінде әрқайсымыз оны тез әрі оңай жасағымыз келеді. Және бүгінде оны жасау оңай. Роберт Кийосакидің айтуынша, мұны істеу үшін сізге тек дұрыс әдісті таңдау керек. Әлем кез келген процестерді жеңілдетуге ұмтылады. Бұл қаржы туралы. Мен бұл туралы соңғы кітабымда жаздым. Миллиондар сүйетіндерге қарағанда ақылдыларға қолжетімдірек болды. Қазір әрбір екінші миллионер бұрынғыдай инвестор емес. Қазір байлыққа ғылыми тұрғыдан қарау тиімдірек. Нәтижелері: байлықтың негізін принциптерін ұстанатын адамдарға қаржылық мақсаттарына жету оңайырақ. Яғни жай ғана жеке баю мәселесіне ақылмен келу. Қалаған байлыққа мүмкіндігінше тез жету үшін мұны қалай дұрыс жасау керектігін бірден түсінгіңіз келе ме? Онда бұл бейне дәл сізге арналған. Миллионер жазбасы арнасына қош келдіңіз. Жазылу батырмасын басу арқылы болашақ байлардың қатарын толтырыңыз. Ұрыста жеңіске жеткенше бірінші өзіңді жеңген жақсы. Бай болу мәселесінде біз үшін психологияға сену әдеттен тыс сияқты. Осы саланы зерттей отырып, неліктен біз ақшаны оңай жұмсаймыз атты кітап жазды. Бірақ сонымен бірге ол Нобель сыйлығын алған. Тайлер үлкен ақшаға апарар жол жинақтаудан және қаржылық мақсаттар қоюдан басталады деп сендіреді. Бұл процесстер миллиардер эффекті деп аталатын көрсеткіш болып табылады. Егер адамдар сұхбат арқылы қомақты ақшаның иесі лауазымына жұмысқа қабылданса, олар бірінші кезекте үнемдеу, ақылға қонымды жұмсау және мақсаттар туралы сұрар еді. Өйткені мұндай дағдылар адамның стратегиялық ойлау қабілетін көрсетеді. Сонымен қатар оның қаншалықты жауапкершілікті екенін көрсетеді. Және оның мақсаты бар, деп жазады Ричард Толлер өз еңбегінде. The Economist адамдардың ақша жоғалтуы физикалық ауыртпалық екенімен келіседі. Олар ақша жинақтауды үйренсін. Сондай-ақ ақша үнемдеуде психологиялық айла тәсілдерді өз-өзіне қолдануға кеңес берді. Жинақтау процесіндегі мінез-құлық сіздің ақыл ойыңыз бен ерік-жігеріңіз туралы ештеңе айтпайды. Жинақ сыртқы ынталандыруға байланысты, деп жазады Даллер. Ричардтың пікірінше, адамдар өздерін екі жағдайда әртүрлі қабылдайды. Қазіргі және болашақта адамдар өздерінің қолжетімділігіне қарай ақша үнемдеуге дайын. Бірақ сонымен бірге олар уақыт контекстінің өз көзқарасын өзгертпейтінін ұмытады. Үнемдеуге деген көзқарас олардың жинақтауға деген көзқарасын өзгертеді. Нөлден бастау керек. Тек мақсат қойып, бірден белгілі бір дәрежеде үнемдеуге кірісу керек. Тайлер жинақтау әдістерінің өзі маңызды емес екенін айтады. Өйткені мақсат әлдеқайда үлкен рөл атқарады және ол қажетті. Ақшаны үнемдеу керек болса, ол сізді ынталандырады. Роберт өз кезегінде жинақтау процесі адамдарды ақшаны басқаруға үйретеді деп есептейді. Миллионер ақша тәртібі бұл күндері байлықтың өте маңызды фактор екенін және сіз алдымен соған бәсіккеніңіз жөн. Өйткені адамдар ақша үнемдеуді неғұрлым тез үйренсе, соғұрлым оны көбейту оңайырақ болатынын айтады. Қаржылық тәртіпті өз бетінше үйрену өте қиын. Ақша жинап үйрену және сіздің өміріңізді біржола өзгертеді. Тышқанды тастаңыз және оның орнына тырнағын ұстап алыңыз. Роберт Кийосакидің айтуынша, байлар мен кедейлердің арасындағы басты айырмашылық оның байлық 8 жаңа ережесінің қастандығы атты кітабында уақытты басқара білуінде. For handling money, Роберт адамның үлкен ақшаға деген ақыл-ой тілегі практикалық әрекеттермен ынталандыратын атап көрсетеді. Қарапайым тілмен айтқанда, сіз көп ақша табуды армандайсыз. Бірақ сонымен бірге сіз аз немесе орташа жалақысы бар мамандықты мақсатты түрде таңдайсыз. Нәтижесінде соңғы қаржылық нәтижені біле тұра оқуға және мансаптық өсіңізге уақыт бөліңіз. Осындай уақыт инвестициясын 2019 жылы Словакияның ел менеджмент мектебінің профессоры Джеймс растады. Ол оны ірі сауда компаниясының штаттық қызметкерлері арасында сауалнама жүргізді. Сауалнамаға қатысқандардың тек 13% қаржылық мақсаттарына сәйкес мансап жолын таңдады. Ал қалған 87-сі негізгі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жұмыс істей бастады және болашақ қаржылық туралы ойламады. Болашақта байлық туралы армандау өте оңай. Қиындықтар жүзеге асыру процесінде басталады. Өйткені осы кезде сіз негізгі қажеттіліктерге сенуді тоқтатуға тура келеді. Және метафоралық пайданы ұстаныңыз. Бірақ мұндай тәуекел нәтижені ақтайды, дейді Роберт Кийосаки. Қазір ақша қалай жасалады және ол қандай салаларда тез және оңай жүреді. Содан кейін күш-жігеріңізді пайдалы іс-әрекеттерге үйретуге және тиімді тәжірибе жинауға бағыттаңыз. Ең бастысы, өміріңізді өзгертіп, байлық жолына түсу ешқашан кеш емес екенін есте ұстаған жөн. Қор сарапшылары өздерінің жылдық есебінде адамның қаржылық жағдайы оның қоғамдағы рөлін білуіне тікелей байланысты деген теорияны алға тартты. Оларға соңғы 35 жылдағы Forbes тізіміндегі жүздеген миллиардерлердің табыс тарихын зерттеу, байыту құралдары бойынша негіздерді бақылауға сәйкес шешім қабылдауда әдейі тәуекел болды. Өз кәсібінде назар аударып,
әрекет етуге бел байлау. Бұл ретте баяндама авторларының бірі барлық адамдарға тән мұндай сипаттар. Демек, бай мен кедейдің шекарасы іс жүзінде мүлде бұлыңғыр екенін алға тартады. Бұл құралдарды қолдануға бәрі бірдей дайын емес. Гросс миллиардерлер мәртебесі бар адамдар деп санайды. Яғни олар өздерін орта және жоғарғы топ ретінде көрсетпейді, және ол олардың капиталына байланысты емес. Бұл оларға іс-әрекетке көбірек орын, кеңірек көзқарас және тәуекелге деген үлкен тәбет береді. Роберт Кийосаки қаржылық шешім қабылдауда қарапайым адамдар тәуекелге баруға бейім емес екеніне сенімді. Өйткені олардың ақыл ойында үлкен жүк бар. Байлау жасаудың, яғни инвестиция салудың немесе өз ісін ашудың негізгі құралдары тәуекелге байланысты болғанымен, бұл кез келген қорқыныш пен күмәнді тастап, бай болу үшін кез келген жерге ақша салу керек емес. Бірақ кейбір адамдарға пайдалы немесе жеке бизнес құру туралы шешім қабылдау кейде қиын болатынымен келіспеуге болмайды. Нәтижесінде олар бай болу мүмкіндігінен айырылады. Байлықты дамытудың пирамидалық тәсілі. Байлықты табу мүмкін емес, оны құру керек. Және бүгінгі күні айтылған іргетастардың негізгі принциптеріне сүйене отырып, Роберт Кийосаки идеясы әрқашан кедергілерді кезең-кезеңімен жеңіп, байлыққа біріктірілген көзқарасқа негізделген. Ақыр соңында белгіленген қаржылық байлыққа қол жеткізу. Әрине, ең алдымен сіз қазіргі жағдайды өзіңізден бастауыңыз керек және жеке қаржыға назар аудару. Ақша қорқынышымен күресу мүмкіндіктері туралы ойлануыңыз керек. Уақытыңыз бен күшіңізді ең үлкен табысқа бағыттаңыз. Тіпті бастапқыда ол ештеңе әкелмейді. Мұның бәрі қалаған байлықты құрудың негізі мен мотивациясына айналады. Жолда өз іс-әрекеттеріңізге сенімді болу үшін мен сізге Роберт Кийосакидің «Байлар неге байиды» кітабын сонымен қатар басқа да кітаптарды оқуға кеңес беремін. Тони Роббинстің «Бай және ақшаға арналған кітап шебері ойыны» кітабы. Болашақ миллионерлер қанша ақша сізді бақытты ете алады және неліктен? Комментке жаза кетіңіз. Әлде бақыт мүлде ақшада емес шығар? Сіз миллионер жазбасымен бірге болдыңыз. Сіз де бай қуатты бола аласыз.